Ерекше дәмді саңырауқұлақты етпен және картоппен қуырамыз. Ең алдымен саңырауқұлағымызды мұздай суға 5-6 мәрте жуып аламыз. Сонан соң қазанымызға саңырауқұлағымызды салып, суымыздан құйып, қайнатуға қоямыз. Шамамен жарты сағат қайнаған соң саңырауқұлақтарымызды сүземіз. Картопымызды жақсылап жуып, құрғату үшін құрғақ майлықтармен сүртіп аламыз. Тапамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, картопымызды 2 бөлікке бөлеміз қақ ортасынан. Осылай қатты қызып тұрған отқа, яғни майдың ішіне қуырып аламыз. Қып-қызыл қуырғандарыңыз әдем болады. Міне тура видеодағыдай қуырып, барлығын сүзіп аламыз. Сәл суыған саңырауқұлақтарымызды бөліктерге бөліп аламыз. Мен ірілеу қылып бөлдім, себебі далада қазанға жасайтын боламын. Пиязымыз бен картопымызды ірілеу қылып бөліп алдым. Егер сіздер үй қазаны жасайтын болсаңыздар, сәл ұсақтау қылып турағандарыңыз дұрыс. Қазанымызға майымызды құямыз. Қызған соң етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Шамамен 15 минут қуырамыз. Қатты отта қуырған дұрыс. Араластырып тұрамыз арасында. Және де бауырдан, менде қуырылған бауырды салып қосамын. Егер сіздер қаламасаңыздар, ол бауырды қоспасаңыздар да болады. Егер еттің асты күйіп жатқан болса, жарты стакан судан құйсаңыздар болады. Бірақ менде асты күйген жоқ. Үнемі қозғап тұрған соң әдем болып қуырылды. Соңынан пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Тұзымызды салып, соңынан саңырауқұлақ саламыз. Барлығын араластырып, жай отқа шамамен 1-1,5 сағатқа қоямыз. Етіміз жұмсақ болып піскен соң, картопымызды салып, оттың астын жай қойып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Міне біздің саңырауқұлағымыз дайын болды. Ол өте жұмсақ, өте әдем болып шықты. Иісі деген керемет. Жақсылап араластырамыз. Картопымызды осылай майға қуырып алатын болсаңыздар, осындай әдем дана-дана болып түседі. Ешқашан езілмейді. Ортасынан бөліп көрсек, жұп-жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.